Бәріне сәлем, бүгінгі видеода ютубты тастаған топ 7 ютуберді айтатын боламын. Алдыңғы бөлімі өте көп просмотрға келгесін, екінші бөлімін неге жасамасқа деп ойландым. Және сол видеодағы комментариядан байқағандай, көбі ананы ұмыттың, мынаны ұмыттың деп өз ойларын білдірді. Жақсы, бүгінгі видеода осы сөздерді ескере отыра, нақты тастаған ютуберлерді айтатын боламын. Видео басталмай жатып арнаға тіркеліп лайк басып кетіңдер. Сендермен бірге топ тайм арнасы. Видеоны бастаймыз. 7-ші орын Гопстер, шын есімі Әлішер, Орал қаласында 2002 жылы дүниеге келген. Бұл ютубер 2018 жылдан бері ютубпен айналысып келе жатыр. Бірақ та 2020 жылға қарай видеолар салмай кетті. Бұның нақты себебін таба алмадым. Бірақ та менің ойымша ютубқа желаниясы жоғалғаннан болуы мүмкін. Каналын ютубтан іздесек жоқ екен. Жақсы, енді контенті туралы айтайық. 2020 жылы каналында 70 мыңнан аса подписчик болатын. Әртүрлі тақырыпта видеолар түсіріп жақсы просмотрлар жинайтын. Қазіргі таңда Әлішер режиссер мамандығында оқып жатыр. Ары қарай Әлішер туралы мәліметтер таба алмадым. Енді келесі ютуберге кеттік. 6-ші орын Морбит. Видеолары көбіне летсплей бағытында. Каналы 222 мың подписчик болса да, соңғы видеолары өте аз жинапты. Мүмкін осы себептерден тастаған болар. Және каналында бір байқағаным, атын қазақша ойнайық деп өзгертіпті. Сообществосына кірсем, осы жақында стрим жасаған. Ал ол стримде Рамазан деген ютубер жүргізіп отыр. Әлде Рамазанға сатты ма? Егер білсеңдер комментарияға жаза кетіңдер. Морбиттің екінші арнасы бар екен. Соңғы видеосы 5 ай бұрын шыққан. Көріп тұрғандай аз просмотрлар жинады. Осы нәтижелердің барлығы оның ютубқа деген желаниясын кетірді. Осыдан 3-4 жыл бұрын жақсы қаралымда жинап, Q-Style тобындағы ютуберлермен бірге видеолар түсіріп дамыған еді. Q-Style қалай тарады, солай оның каналда актуальдылығын жоғалта бастады. Сол үшін каналын тастап кетті. 5-ші орын Казмен. Бүгінгі топтағы ерекше каналдардың бірі. Себебі бұндай контент қазақ ютубында почти жоқ. Яғни мультфильм кинолардан қателіктер іздейді. Бұл ютуб арна 2019 жылдан бері келе жатыр. 2 жылдың ішінде тез дамыды. Соңғы видео 9 ай бұрын салыныпты. Каналдың тоқтау себебін таба алмадым. Бірақ каналдың авторы сатып жіберген туралы телеграмда айтқан болатын. Одан бөлек TikTok, VK группаларында сатты. Енді бұл арнаның авторы ютубқа оралмауы мүмкін. 4-ші орын Минато. Бұл ютуберді барлық Free Fire ойыншылары білу мүмкін. Себебі екі арнасы Free Fire контентіне арналған және сол каналдары 100 мың подписчиктен жоғары. Видеоларда жақсы қаралым жинаған. Соңғы видеолары бұрынғыдан қарағанда просмотрлар түсіп кетті. Каналдың тастау себебі ютубқа және Free Fireға деген қызығушылығының жоғалуы. Соның кесірінен каналды сатып жіберді. Енді каналдың авторы туралы қысқаша айтып кетейін. Шын есімі Бекнұр, бірақ өзін Бекон деп атайды. Егер кім білмейді, бұрындары каналы Бекон деп аталған. Ары қарай ол туралы мәліметтер жоқ. Сол үшін келесі ютуберге көшейік. 3-ші орын Майк Миллер. Қазақ ютубында баяғыдан бері келе жатырған ютубер және Алтыбақан тобының мүшесі. Оның каналында қазір 239 мың подписчик бар. Соңғы видеосы 11 ай бұрын шығыпты. Қысқаша таныстырып кетейін. Шын есімі Дәулет. Атырау қаласының Сағыз ауылында дүниеге келген. Қазіргі таңда бимен айналысады. Алдыңғы жылы Жорға атты киноға түсті және өз рөлін жақсы алып шықты. Жақсы, енді ютубына оралайық. Каналдың тасталу себебін нақты айта алмаймын, бірақ менің ойымша ютубтан гөрі бимен айналысуға көп көңіл бөлген секілді. Бірақ ол осы жақында оралмайтыны анық. 2-ші орын Fire KZ. Free Fire'дан қызықты видеолар түсіріп, онымен қоса басқа да ютуберлермен коллаборация жасап, 1,5 жылда 200 мыңнан аса подписчик жинады. Видеолары жақсы қаралымда жинаған болады. Бұл арнада уже 9 айдан бері видео жоқ. Каналдың тасталу себебін таба алмадым. TikTokта, VK-да, тіпті Insta аккаунты да жабылған. Егер қайда екенін білсеңдер, астына жазып кетсеңдер болады. Енді келесі ютуберге көшейік. 1-ші орын Орка. Алдыңғы видеолардың комментінде Орка қайда деп көп жазыпсыңдар. Енді Орка туралы айтайық. Орка ютубты баяғыдан бастап келе жатыр. Ол әртүрлі ойындар түсіріп, 50 мың подписчиктен жоғары болғанда сатып жіберді. Бірақ Орка 09 деп екінші каналын ашты. Бұл каналға сапалы видеолар түсіріп жүрді. Кейіннен публиктен соңғы видеосын салып тастап кетті. Қазіргі таңда Ораз мобилографиямен айналысады. Өзінің Орка Production деп аталатын тобы бар. Оны Инстаграмнан байқасаңдар болады. Оны ютубқа келмегеніне уже 2 жылдан асты. Сонда да нағыз подписчиктердің есінде мәңгі қалады. Міне, видеода соңына келіп қалды. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңдер. Сендермен бірге топ тайм арнасы. Келесі кездескенше.